Сәлем балалар! Бүгін біздің каналымызда математика 3-ші сыныптың 1-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы 1000 көлеміндегі сандар қосу және азайту. Бірінші есептің А пунктін шығарайық балалар. Бос орындарға тиісті сандарды жаз дейді. 200 дегеніміз бізде балалар 200-дік. 900 дегеніміз 900-дік. Яғни, мысал үшін 800 болса 800-дік болады. 300 болса 300-дік болады. Бастапқы санын қандай көрсетіп тұр, солай болып жазылады. Келесі 400 килограмм дегеніміз 4 центнер, 700 килограмм дегеніміз балалар 7 центнер болады. Келесі 100 килограммыз 1 центнер, 1000 килограммыз 10 центнер балалар. Келесі балалар, мына жерде ә деген үлгіде көрсетілгендей шығар дейді. Мына жерге мен сендерге жазып қойдым. Тура осылай тор көзәптерлеріңе әдемілеп жазып аласыңдар. Келесі екінші тапсырма балалар. Кестедегі сандарды оқы, сандардың разрядтарын ата дейді. Разряд дегеніміз бұл сандардың жазудағы цифрының орны. 3 таңбалы сандарды салыстыру ең үлкен разрядтан басталады, балалар. Бұл жерде біріктер класы берілген. Біріктер класының өзі разрядтар мен санның моделін көрсетіп қойған жерде. Жүздіктерге қараңдаршы балалар, 300, 300-діктер, ондықтар 0, бірліктер 0. Яғни жерде бізде санның моделіне қарасақ, 3 жасыл 3 бұрышты көреміз. Келесі 300-діктерден 3, ондықтардан 0 және бірліктен 5 бар екен. Демек 3 жасыл 3 бұрышты және 5 бірлік көріп нүктелер сандаш 1, 2, 3, 4, 5. Келесі 100-діктерден 3, ондықтар 4 және бірліктер 5 деп тұр. Яғни бұл жерде бізде 3 бұрышты жасыл бұрыштыр және 4 бұрышты тұр және 5 нүктелі көрініп тұрған кейін 5 бірлік болып есептеледі балалар. Келесі балалар 3-ші тапсырманы қарайық. Түрлі түсті қима қағаз дайындап ал. Оларға сандардың разрядын жаз. 3 таңбалы сандарды салыстыру ережесін айт. 2 және 3 таңбалы сандарды қалай салыстыруға болатынын айт. Өзіңнің мысалын ойластыр дейді. Біріншісіне қарайықшы балалар. 355 және 139 тұр, Бұл жерде астында нені салыстырған? Жүздіктерді салыстырған дұрыс айтасыңдар балалар. Біріншісінде 300, келесінде 1, жүздіктен біреу ғана. Демек 3 артық болғандықтан, 3 көп болғандықтан 3-ке қарай қаратып қоямыз. Келесі 523 және 564. Бұл жерде балалар жүздіктер бірдей тең болып тұр, біреуінде де 5, екіншісінде де 5. Келесінде ондықтар біріншісінде 2, екіншісінде 6 болып тұр. Демек 6 артық, көп болып тұр 2-ден. 6-ға қаратып қоямыз. Келесіде балалар, мен сендерге өзім ойынша құрастырып бердім. Мына жерде 73 дегенде бізде жүздік жоқ, тек ондық пен бірлік қана, Келесі 125 деген бізде жүздіктер тұр. 100 деген, яғни олар жүздік бар болғандықтан, ол жақ үлкен болып тұр. Бірлік пен ондықтан. Және соңғысы балалар 585 артық 45-тен, бұл жерде 585 деген өзінің атында тұр, 500 деп. Бұл жақта жүздіктер бар, ондық және бірліктер бар. Келесінде 45 дегенде бізде жүздік жоқ, тек қана ондық пен бірлік қана бар. Демек 585 үлкен болады 45-тен. Бұл есеп сендерге түсінікті деп ойлаймын, балалар. Келесі есеп бізде балалар 4-ші есеп салыстыр дейді. 742 артық 427 неліктен. Бұл жерде біз бірінші жүздіктерге қараймыз. Біріншісінде бізде 7 жүздік, жүздіктен 7. Келесінде жүздіктен 4, 427 деп тұр. Демек 7 көп болғандықтан 4-тен 742 бізде артық болады. Келесі 504 және 405 деп тұр. 504 көп, бұл жерде жүздікке бірінші назар аударамыз. Бұл жерде жүздіктен 500 деп тұр және келесі 405 деп тұр, жүздіктен 4. Демек 5 артық болғандықтан 4-тен 504-ке көрсетіп қоямыз. Келесі 331 және 312. 331 артық болады 312-ден. Келесі 401 және 410. Бұл жерде балалар біз жүздіктерге қарасақ, жүздіктер бірдей, біріншісіне 401 деп тұр. Жүздіктен 4 және келесіне 410 деп тұр. Бұл жерде жүздіктер саны 4 екен. Келесі біз ондыққа назар аударамыз. 401-де бізде ондықта 0, ештеңе жоқ. Келесі ондықта бізде 1 деген сан тұр. Демек бізде 410 көп, өйткені 1 0-ден артық. Келесі 1000 және 601. Бұл жерде жүздік бізде 10 деген жүздік болып тұр. 601 деген 6 деген жүздік. 10 артық 6-дан. Келесі 297 және 270. Бұны да сол есеппен шығарасыңдар.
Келесі 1000 және 999, 1000 деген жүздікке жатады, 9 дегенде де жүздікке жатады, 10 деген жүздік артық 9-дан. Келесі 650 және 605 деп тұр. Бұл жерде жүздік екеуінде де бірдей. Жүздік бұл жерде 6, я. Келесі ондыққа назар аударыңдар. Біріншісінде 650 дегенде ондық 5, келесі 605 деген ондығы 0, ештеңе жоқ. Демек 5 үлкен 0-ден, 650 үлкен болады 605-ден. Келесі бізде балар 5-ші есеп. Сен 3 таңбалы сандарды тауып, жанды табиғатқа не жататынын біл. Сандарды өсу ретімен жаз, әр санның разрядын ата дейді. Бұл жерде балар біз 3 таңбалы сандарды ең бірінші тауып аламыз, я. Үстіңгі жақта қарасақ, бізде көбелекте тұр, 3 таңбалы сан 418 деген. Астыңғы жақта бізде саңырауқұлақта тұр 330, гүлде тұр 339, және елікте тұр 101, және балықта тұр 362 деген. 3 таңбалы сандар. Енді біз бұларды өсу ретімен жазатын болсақ, біз бұл жерде ең бірінші жүздіктерге мән береміз. Көбелекте қарасақ 400, бұлар бұл үлкен болып тұр. Келесі 330, 339, 101, я. Бұл жерде жүздік қайсында ең аз? Елікте дұрыс айтасыңдар 1 деген жүздік, яғни 101-ді біз бірінші жазып аламыз. Келесі 330 және 339, 362 деп тұр. Бұл жерде жүздіктер бәрінде бірдей, я. 3, 3, 3 деп тұр. Келесі ондыққа назар аударамыз. Ондыққа назар аударсақ, бізде саңырауқұлақта 3 деген ондық тұр, я. Гүлде де 3 деп тұр. Демек, біз енді келесі не нәрсеге назар аударуымыз керекпіз? Бірлікке назар аударуымыз керекпіз. Саңырауқұлақта 0 деп тұр, гүлде 9, 9 деген бірлік көп, 0-ден, я. Демек, біз еліктен кейін, яғни 101-ден кейін біз 330-ды жазамыз, одан кейін 339 жазамыз, соңғысы 362-ні жазамыз, және ең соңында 418-ді жазамыз. Өсу реті бойынша осылай жазылады балалар. Келесі бізде балалар 6-шы тапсырма. Әрбір жағдайда x саны қандай мәнге ие болуы мүмкін дейді. Біріншісіне қарайық, x артық 12-ден, я, x көп болып тұр 12-ден. Демек бізде x саны 13-14-ке тең болады. Келесі x кіші 12-ден, яғни кем болып тұр. Яғни бұл жерде x саны 0-ден бастап 11-ге дейін балалар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 балалар. Келесі бізде балар астыңғы тапсырма. X-тің мәнін анықтау үшін сан сәулесін қолданған ыңғайлы. Сәуле сыз дейді, я, мына жерде сәуле сызып қойыпты. Тиісті сандарды дөңгелекте X-тің орнына қоюға болатын сандар орналасқан бөлігін қиғаш сызықтармен сызып көрсет. Бұл жерде балар бізде бәрі үлгі ретінде көрсетіліп тұр. Келесі бізде балар 7-ші есептің А пункті. Сандар жиыннан 345-тен артық және 345-тен кем болатын 5 сандарды дейді. Бізде балар бұл жерде X кем 345-тен, я. Демек біз мына жерде 345-ге дейін сандарды жазамыз. Ерікті түрде. Ойша. Мен мына жерде сендерге көрсеттім 5, 17, 21, 132, 254 деп. Келесі x артық 345-тен. Демек бұл жерде біз 345-тен бастап 1000-ға дейінгі ерікті түрде қандай да бір сандар жазамыз. Мына жерде мен сендерге көрсеттім 348, 407, 543, 777 және 950. Балалар бұл жерде сендер өздерінде ойша басқа сандарды алып жазсаңдар болады. Келесі бізде балалар Ә пункті. Сан сәулесін сызып 1 сантиметрден бөліктерге бөл. Ондағы 1 сантиметр 100 бірлікті білдіреді. Сан сәулесінен 250 санын белгіле. Шешімдер жиынынан кез келген 10 санды жаз дейді. Мына жерде балалар қарасындар x 250-ден кем болып тұр мәні. Демек біз 0-ден 250-ге дейінгі кез келген 10 санды жазып шығамыз. Мына жерде мен сендерге көрсетіп қойдым, ал сендер өздерің кез келген санды жазып шықсаңдар болады, 10 санды, я. Бұл жерде солай деп жазылып тұр, берілгенінде есептің. Келесі x артық болып тұр 250-ден. Демек біз 250-ден 1000-ға дейінгі кез келген 10 санды жазып шығамыз. Келесі бізде балар 8-ші есеп баған түрінде есептеп дұрыстығын тексер дейді. Мінекей балалар, мен сендерге жазып қойдым. Осыны бірге мен сендерге шығарып көрсетейін. 34-ке қосамыз 23-ті, 4-ке 3 қосқанда 7, 3-ке 2 қосқанда 5, 57 шығады. Келесі 78-ден 76-ны азайтамыз. 8-ден 6-ны азайтқанда 2, 7-ден 7 алғанда 0. Сонда барлық 2 қалады. Келесі 72-ден 57-ні азайтамыз. 2-ден 7 алынбайды, балалар. Демек, 7-ден 2-ге біреуді алып береміз. Сонда 12 болады. 12-ден 7-ні азайтқанда 5 болады.
Мынау 7-ден біреу алып бергендіктен яқтан 6 қалды. 6-дан 5 азайтқанда 1 болады. 15 шығады. Келесі 100-ден 45-ті азайтамыз. 0-ден 5 алынбайтын болғандықтан мынау 10-дықтан біреу 0-ді алып береміз. Сонда 10 болады. 10-нан 5 азайтқанда 5, мына жерде 10 болды ғой, бұл 9 болып қалды. 9-дан 4 азайтқанда 5 болады. 55 шығады. Келесі 25 қосу 18. 5-ке 8-ді қосамыз, 13 болады. Біреуі ойда болады мына жерде. 2-ге 1-ді қосқанда 3, 3-ге 1-ді қосқанда 4. Келесі 78 қосу 22. 8-ге 2-ні қосқанда 10, біреуі ойда. 7-ге 2 қосқанда 9, 9-на жерге біреуін қосамыз, 10 болады. Барлығы 100 болады. Келесі 12 қосу 61, 2-ге 1 қосқанда 3, 6-ға 1 қосқанда 7. Мына жерде 62-ден азайтамыз 38-ді. 2-ден 8 азайтылмайтын болғандықтан 6-дан 2-ге 1-ді алып береміз. Сонда бұл жерде 12 болады. 12-ден 8 азайтқанда 4. Бұл жерде 5 қалды. 5-ден 3-ті азайтқанда 2. Барлығы 24 шықты. Келесі 88-ден азайтамыз 67-ні. 8-ден 7 азайтқанда 1. 8-ден 6 азайтқанда 2 қалды. Енді осыны тексереміз. Мына жерде бізде 57 шықты. 57-ні жазып аламыз. Азайтамыз. Бұл жерде қосу деп тұр ғой. Біз енді тексеру үшін біз азайтамыз. Азайтамыз, мынау екінші қосылғышты азайтып жібереміз мына жерде. 23-ті 7-ден 3-ті азайтқанда 4 болады. 5-ден 2-ні азайтқанда 3 болады. Қалған барлығын балалар осылай шығарып шығамыз. Мұқият дәптерлеріңе жазып алыңдар. Келесі бізде балалар 9-шы есеп, 9-шы есептің берілгенін оқиық. Есепті шығар. Биылғы жылы күн райының қолайсыздығына байланысты алма ағаштың әрқайсысынан 4 килограммнан 5 жәшік алма жиналды. Ал былтыр осындай 9 жәшік алма жиналған еді. Биыл неше килограмм алма кем жиналды? Есептің берілгенін балалар былай дәптерге жазып аламыз. Берілгені деймізде 4 килограммнан 5 жәшік алма, бұл биылғысы, жиналған. Солай жазып аламыз. Астынан 4 килограммнан 9 жәшік алма, бұл былтырғысы. Яғни бізге биылғысын тап деп тұр, қанша килограмм кем екенін. Шешуінде 4 килограммды 5 жәшікке көбейтеміз. Бұлар биылғысы. Яғни 20 килограмм болып шығып тұр. Астына былтырғы 4 килограммның 9 жәшігін көбейтеміз. Тең болады 36 килограмм. Бұл былтырғы жиналған алманың килограммы шығып тұр. Енді былтырғы шыққан жиналған алманың 36 килограммнан азайтамыз. Биылғы жиналған алманың килограммын 20-ны азайтамыз. 36-дан 20-ны азайтқанда 16 килограмм. Сонда жауабы биыл бізде 16 килограмм алма кем жиналған екен. Бізде балалар соңғы 13 есеп А пункті. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанатын болса, 4, 6, 9 цифрларына қанша екі таңбалы сан құруға болады дейді. Осы сандарды жаз. Яғни бұл жерде қайталанатын болса деп тұр. Бұл жерде балалар мына қайталанатын болса дегеннен кейін бұл жерде 4 2 рет қайталанып тұр, 44 болып. Және 66 деген 6 2 рет қайталанып тұр. Және 99 деген 9 2 рет қайталанып тұр. Бар жоғы 9 2 таңбалы сан болады екен міне. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Келесі Ә пунктінде егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, яғни қайталанбайтын деп тұр балалар, қайталанбайтын болса, 4 6 9 цифрларына қанша екі таңбалы сан құруға болады? Осы сандар жаз дейді. Мінекей 46 49 64 69 94 96 6 екі таңбалы сан. 1 2 3 4 5 6. Соңғысы Б пункті. Егер сандарды жазуда цифрлар қайталанбайтын болса, міне қайталанбайтын болса, 4 6 9 цифрларына қанша 3 таңбалы сан құруға болады? Осы сандарды жаз дейді. Бұл жерде 3 таңбалы сандар 6 3 таңбалы сан жазылады екен. 469 496 649 694 946 және 964. Осымен балалар сабақ аяқталды. Сабақты соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағын ұнаса лайк басып тіркеле кетіңдер және қоңырау белгісін бассаңдар жаңадан шыққан сабақ сендерге бірінші болып көрінетін болады.